өнер майталмандары ерлі зайыпты Торғын Тасыбекова мен Әшірәлі Кенжеұлы алғаш рет сахнада қос ғашықтың рөлін ойнағанда көрермен олардың таланттарына тамсана отырып, бұлар шын ғашықтар ма әлде кейіпкерлерінің образынан шыға алмай қалғандар ма деген екіұдай сезімде қалғанды. Бәлкім, үлкенді кішілі көрерменді тығырыққа тіреген қос актердің нағыз шеберлігі де осында шығар. Бұларда бір гармония бар, үйлесімділік бар бұларда. Үйлесімділік бірін-бірі толтырып отыратын, толықтырып отыратын бұларда үйлесімділік болды. Жалпы өмірде екі тұлғаның бір отбасында ғұмыр кешуі, әрі олардың әрқайсының өзінің дара жолын өз деңгейінде сақтап қалуы сирек құбылыс. Халық артистері Торғын Тасыбекова мен Әшірәлі Кенжеұлының шығармашылық соқпақтарына үңілер болсақ, бүгінде оларды таныстырған да, табыстырған да өнер екеніне еш шүбә келтіре алмаймыз. Өмірде ғашық болса, өнерде анандай үлкен Әзірбайжан Мәдиұлының керемет полотносында ойнап жатса, ондайда қалай барлық жаныңды, тәніңді, бүкіл тамыр, 62 тамырының бәрі ойнайды ғой. Ондайда олар өмірде де өте тату отырған адамдар ғой. Торғын мен Әшірәліні өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында Алматыға жетелеген асқақ армандары. Әсем Алатаудың баурайында өскен Торғын мен қазақылықтың қаймағы бұзылмаған отырар өңірінің тумасы Әшірәлі екеуінің де ойында ол кезде тек әртіс болу, қазақ театрының негізін қалаған аға буыннан үйрену, барынша өнердің қыр-сырын меңгеру болды. 1957 жылы осы мақсатпен Торғын Құрманғазы атындағы консерваторияның актерлік бөлімінде Асқар Тоқпановтың үздік шәкірті атанса, 1964-69 жылдар аралығында Әшірәлі де осы оқу орнында Хадиша Бөкееваның алдынан дәріс алды. 60 жылдан бастап Торғынды білем. Торғын жіп-жіңішке қыз екеміз. Мынандай ғана беліміз осындай. Крахмалдап, юбка киіп сөйтіп жүретұғымыз. Жастық шағымыз бірге өтті. Жақсында, жаманды да бәрін бірге көріп біле жатырмыз. Жоғарғы оқу орнын Әшірәліден бұрын бітірген Торғын 1961 жылы Қазақ театры труппасына қабылданды. Алғашында Шекспирдің Вероналық екі бозбала пьесасында Джулияның рөлін ойнаған ол, Шыңғыс Айтматовтың Құс жолы повесі бойынша 1962 жылы жарыққа шыққан Ана жер ана спектаклінде Әлиман образын сәтті шығарып, жаңа қырынан танытты. Ол театрға ылғи барып жүрген ғой, енді ол театральныйда оқыған соң. Ол Ана жер ана спектаклін көрген сайын Әлиманға ғашық болыпты бұл. Сөйтіп, Әшірәлі 5 рет көре ма, 10 рет көре ма, әйтеуір Әлиманды көре береді екен. Сахнада Әлиманды ғашық болған. Ең басында. Сол Әлиман арамызға дәнекер болған, сахна, өнер, дауысы, үні. Торғын сомдаған Әлиман трагедиялық тұлға. Көрермен алғашында жас келіншектің инабаттылығына тамсанса, уақыт өте келе өзінің жастық жалынына төтеп бере алмаған арудың өзгергеніне куә болады. Әлиманның ішкі жан әлемін актриса шебер аша білді. Әзірбайжан Мәмбетов қойған Абай трагедиясында ақынның ұлы Әбдірахманның жары Мағыштың көкірегіндегі мұң зарын сүйіктісінің құшағында тұрып егілген сәтінде Торғын асқан шеберлікпен жеткізді. Мағыш менің тура өзіме нағыз келген рөл болды. Мен Мағыштан танылдым. Халыққа да, елге де. Актриса шығармашылық жолында түрлі драмалық әйелдер бейнесін сомдады. Олардың қатарында Беу қыздары спектакліндегі Жансұлу, Той боларда да Айбала, Шекспирдің Асауға тұсау туындысындағы Бианка образдары.
сыртынан келіп, Торғынның ана жерінасындағы Әлиманын, Марбайжиевтің жекпе-жегіндегі Назын, оның Фрештің Дон Жуандағы Донанысын көріп, сол Абайдағы Мағышын айтсаңшы мысалы, соларды көріп, тәнті болып, сыртынан қарап, шіркін-ай, осылай болса қой деп жүріп, осы театрға келдік қой. Әшірәлі Торғынды алғаш көрген сәттен бастап, оған сырттай ғашық болды. Мені жақсы көргендігі туралы өзі айтатынды. Бірде мен мына Гоголь көшесінің бойыменен кетіп бара жатсам, олар сол көшеден өтейін деп тұр екен. Әшірбек, Сығай, жаңағы өзінің бірге оқитын жігіттері бар. Сөйтсе мен өтіп кетіппін троллейбусқа қарай. Содан Әшірәлі тұрып та қалыпты мені көргенде. Содан Әшірбек айтатын ылғи күлдіріп, мені итермелеп, Әшірәліні зорға өткізім, әй машинаға қат нағып тұрсың десем, Әшірәлі мені көріп, Торғынды көріп дейді, сол жерде тұрып қапты дейді. Ол бізді ылғи күлдіреді, мен айтатым, айтпай қой жарайды деп. Сол жаңағы алғашқы көргені. Әшірәлі 2-ші курстан кейін-ақ театрда көпшілік сахнасына қатысып, өнер көрсетіп жүрді. Осындай бір кездесу бұл екеуінің сезімдерінің бүршік жаруына негіз болды. Ол кезде Торғын Дон Жуанның Думаны спектаклінде Донна Аннаны ойнап жүрген болатын. Бір-бірімізге кездескеніміз сахнада болды. Дон Жуанның Думаны деген спектакльде жаңағы мен Донна Аннаны ойнаймын. Сосын сахнаға келдім, дайынмын. Сөйтсем мені көтеріп шығатын Әнуар Молдабеков болатын. Бір уақыт Әнуар жүгіріп келді маған. Торғын, бүгін мен сені көтермейтін болдым, бір жаққа баруым керек дейді. Кетпейсің іс жаққа. Мен ұялам олардан деймін. Жастарды қойып қойыпты, Әшірәлі, сосын жаңа Сәулебек деген жігіт, сонан кейін Әнуар Боранбаев деген. Сосын мен айттым, олар көтере алмайды мені. Сен өзің көтеріп шығарасың дедім. Біздің сцена келген кезде ана жерден олар мені көтере алмайды деген сөзімді Әшірәлі естіп қалыпты. Байқап көрейік деді. Мені 3 адам бірақ көтеріп шықты ғой. Жалындаған сезімін Торғынға бірден білдіруіне Әшірәліні табиғи ұяңдығы жібермеді. Бірақ театрға келген сайын балаң жігіттің өзіне деген риясыз сезімін сезімтал қыз бірден аңғаратын. Оның енді керемет маған деген көңілі бөлекші болды енді, шын мәнінде. Өтіп бара жатсам да, ойдан кетсем, төменде киінеміз. Сол спектакльден кейін мен тосып отырмайым, кете берем. Ол микрорайонға келеді спектакльден кейін. Алыс, ол кезде күн суық кездер болады. Сонда келетінді, жаңағы мен бармын ба, жоқпын ба деп сол тұратынды. Мен бір күні мынандай бір той кезінде шашым ұзын болатын, соны кесіп келсем, Әшірәлі, шашыңызды кесіп тастапсыз ғой деді маған. Соң кейін мен енді несі бар екен кессем деп сөйдедім де өтіп кеттім. Тиянақты, салмақты, сондай Әшірәлі бір ойлы, ақылды жігіт қой. Өзі мына сыртқы тұлғасы сахнаға жаралған. Ішкі тұлғасы мен сыртқы тұлғасы сайма-сай. Мейлі актерлық жағы болсын, мейлі өмірде де болса, оның бір тияналықтылығы, салмақтылығы бар. Мүмкін Торғын содан жақсы көріп баған шығар мүмкін. Әшірәлі мен Торғынның арасындағы түсіністік күннен күнге жалғасып, өз арнасын тауып жүре берді. Алғашқы күннен ақ жарасымын тапқан әріптестік қарым-қатынас бірте-бірте ғашықтық сезіміне ұласты. 66-ға отырған театрдан шыққаннан кейін микрорайонда общежитияда тұрып жаттым. Сөйтсем, біреу айғайлайды Торғын деп. Сөйтсем, Әшірәлі екен алдыңғы жағынан 66-да. Соны екеуміз түсіп қалдық. Сөйтіп, құшақтасып, Әшірәлі жаңа менің қолымнан сүйіп отыр ғой енді. Сөйтіп, ылғи кездесіп жүретін болдық. Торғын мен Әшірәлі шынында да екеуінің махаббаты да, екеуінің өмірі де көз алдарымызда болды. Сезімдері алаулаған екі жастың махаббатына олардың жақын достары ғана емес, сұлу қала Алматы да куә болды. Әшірәлі екеуінің махаббатына куә болдық. Екеуінің махаббаты деген енді ол айтып аузым жеткізбейді. Шынында да. Бірнеше рөлде екеу бірге ойнап жүріп, махаббат қой енді. Әшірәліге деген көңілі қанша алабөтен болса да, Торғын оған тұрмысқа шығуға бірден келісім бере қоймады. Оған себеп араларындағы жас айырмашылықтары еді.
біраз уақыт Әшірәлі келмейді, институтта жоқ екен. Оны Раушан Әуезбаева сабақ береді. Сол институтта. Ол айтады, Әшірәлі сабаққа келмей жатыр. Әшірәлі жоқ дейді. Менің жүрегім бір түрлі болды енді. Не болып қалды екен, ауылға кеткен ғой, каникул. Содан не керек? Кешігіп келді. Жас айырмашылығы махаббатқа кедергі келтіре алмайтын Торғынға қарағанда Әшірәлі жете түсінді. Ол қос жүректің лөпілін орнықтырудың негізгі кілті де отау құру екенін саналап, осы бір үлкен қуанышты шалғайдағы ата-анасына жеткізуге асықты. Әке шешесіне айтқан ғой, енді осындай мен Алматыда қалатын түрім бар, театрға кірдім. Осындай ғашықпын, жақсы көретін адамым бар, мен соған үйленем деген. Соныменен әке шешесі айтады ғой, сен ояқта қалмайсың, кім болса да сен келесің ауылға дейді. Содан Әшірәлі айтыпты, егер де сендер маған рұқсат бермесеңдер, мен бұл үйге жоқпын депті да, мынандай кішкентай чемоданына киімдерін салыпты да кетіпті осы жаққа қарай. Бір күні Әнуар съемкада еді, Торғын үйге келді. Өзі общежитияда тұратын ол кезде. Жүрші, бізге барып, ақыры Әнуар жоқ қой үйде, сенің бабушкаң бар ғой үйде, жүр барайық деді. Бардым, барып сөйлесіп, сонда реквизитта істейтін осы театрда Тома деген қыз бар еді, сол екеуі тұрады екен. Үшеуміз сөйлесіп, анама дегенде бір уақыт есік тарс етіп біреу тақылдатты. Біледім, бұл кім болды екен. Сөйтіп барып ашып еді, Әшірәлі Кенжеев. Әшекең тура жоғарғы комнатқа қарай жүре берді. Екеуі сол жақта әйтеуір сөйлесті. Екеуі шықты. Мен соған дейін отырдым. Сөйтсем сағат 1 болып қапты. Сағат 1-де Әшекең айтады маған. Біз Текең екеуміз үйленеміз. Сондықтан бірінші батаны Құрманбек Жандабековтен барып алуымыз керек. Мен де кете бердім бірге. Барсақ Құрманбек аға домбырасы бар. Түнгі 1-де бала секеп отыр, ұйқы жоқ. Шолпан апам жатып қапты. Біз барған кейін Шолпан апам тұрды, дастарханын жасап, бізді күтіп алып, аға батасын бетіп, сөйтіп бізді шығарып салды. Содан Әшекең менен Торғын екеуі ертеңіне записке бар. Танысқандарына 2 жыл өткеннен кейін олар өмірлерін бір арнаға тоғыстырды. Атамдар айтты, 5 ауылды шақырып той жасаймын, қай уақытын айтсын депті әпкесіне. Содан кейін біз жұмыстан не босай алмаймыз. Сөйтіп жүргенде январдың 5-інде ма айттық енді бараламыз деп. Сөйтіп самолетпенен Ташкенттен түсіп барып, тойды со жерде ыдысқа жаңағы құйып су, ішіне сақина салып, әкеліп қазақша кәдімгі жасады. Торғын лирикалық тұрпаттағы актриса болса, Әшірәлінің жамбасына кесек мінезді тұлғалық кейіпкерлердің рөлі жақын. 1968 жылы өнер жолын Қазақ драма театры сахнасынан бастаған ол, Томиристе Марттың, Мольердің сараңында Гарпагонның рөлдерін шебер орындады. Әсіресе оның өте нанымды шығарған образдары Қобландыдағы Алшағыр, Абай Тоғжан спектакліндегі Құнанбай, Еңлік Кебектегі Кеңгірбай бейнелері әлі күнге дейін көрермен жадында. Ол бар ғой драматический актер, одан кейін ол ылғи герой болатын енді ылғи. Өйткені Шоқанды да ойнады мысалы. Нұрмахан Жантөрин Шоқан Уәлихановты қайтадан қойды спектаклі. Сонда Шоқанды Әшекең ойнады, Айжанды мен ойнадым. Торғын Катеринаны ойнады. Әріптестері Әшірәліні болмысы ақсақалдыққа жақын, салиқалы актер ретінде таныды. Мәселен, 90-шы жылдары Абай Тоғжан қойылымдағы Әшірәлі Кенжеұлы сомдаған Құнанбай образы актердің бұл бейнені жарыққа шығаруда шығармаға тың серпіліс әкелуімен құнды болды. Театрға Сарауыз балапан болып келген кезде алдымыздан шығып қарсы алған өте жанымызға жақын кісілер болған, осы кісілер. Мен енді жаңадан келген кезімде бұл кісілер кездесуге кетіп бара жатыр екен. Сонда айтты маған, жалғас сен домбырада ойнайсың ба деп. Әшірәлі ағамыз, иә ойнаймын. Содан бұл кісілер мені кездесуге алып жүрді. Бардық, сол жерде ән салдым. Содан бір-бірімізге деген осы сыйластығымыз арта бастады.
бұл кісілер сол кездесуге барған кезде мен ең бірінші көрген бұл кісілер Абай мен Айгерімді ойнады. Сонда керемет таң қалдым. Өмірде де жарасымды жұп қой бұл кісілер. Сахнада тіптен керемет. Бір-біріне деген құрметі. Торғын апай сондай. Мен ойлаймын, Әшірәлі ағаны қатты жақсы көрген сол көрініп тұратын. Ол кісінің де бұл кісіге өзінің ынтық екені сезіліп тұратын. Сонда ойнайтын, шын ойлайтынмын. Сонда шынында да міне махаббат осылай болу керек шығар деп. Әшірәлі аға мен өте бір жақын тартып жүрді. Екеуміз сахнада мен Абайды ойнасам, ол кісі менің әкем Құнанбайды ойнады. Жалпы сол Абай Тоғжан спектаклінде соңында мен әкемді келіп құшақтайтын жері бар. Сол кісіден мен бір әкелік бір мейірімді сезетінмін. Қос әртістің әрқайсының өнер жолындағы өз сүрлеуі болғанымен, олар бірге ойнаған спектакльдерде аз емес. Көп спектакльде бірге ойнадық қой. Исабековтың мысалы ана ескі үйдегі кездесуінде, сол сияқты ана жаранаға ол да кірді, ол жаңағы Алиманның жақсы көретін Қасымы болды. Осылай қатар ойнай бердік. Қозы көрпеште Баян, ол кісі Қозы. Сосын Қобландыда мен Құртқа болсам, ол Алшағыр. Бұл кісілердің көптеген спектаклі болды. Ескі үйдегі кездесу. Жалпы бұл кісілер театрға келуінің өзі үлкен бір тазалық болатын. Ескідегі кездесуден де 2 сағат бойы ұстап тұру керек қой халықты. Екеуміз ғана қатысамыз сонда. Сонда мен қатты ойландым деп. Мен айттым, 2 сағат қалай ұстап тұрамыз, Әшірәлі қалай бола ма, бұл шыға ма, шықпай ма. Спектакльді ойнаған кезде Әшірәлі айтады, ескідегі кездесуде. Сен Торғын осы Зейнептің дәл өзісің дейді. Мінез құлқың, ақ көңілділігің, міне Зейнеп тура сол. Өзіңді шықта, өзің сол сөзіңді айтсаң болды деп мені жаңағы жұбатып, сөйтіп тоқтататында. Әшірәлі мен Торғын театр сахнасында қатарынан 10 жыл бойы Бекен Римованың Абай Әйгерім спектаклінде бірге ойнады. Япырай, Әйгерім, көп жылдар өтіп қайрылып артқа қарасақ, жау да шапқан, жұт та шапқан өткір бөк бәрінде. Қараш Абай, алдыңда ауылың ғана емес, елменді елің бар, қалың қазақ қарындас, бәрінің де назары бізде отыр. Абай Әйгерімді ойнады екеуі. Мен жеңгесін ойнадым, сонда байқадым. Партнер деген бірінің жетпей жатқан жерін біреу алып кетеді мысалы. Екеуінің бірі тіл табысып, сол жерде керемет ойнағанын мен өзім куәмін. Абай Әйгерімде біздер қандай жұмыс істедік. Ол Абайды түгел қарап шығуға тура келді. Мысалы Мұхтар Әуезовтің екеуміз отырамыз, сосын мына жерде былай болған, мына жерде былай болған, Шүкіманмен қалай кездесті, анау Тоғжанмен қайда кездесті. Енді осының барлығы біздің өмірімізге айналып кетеді ғой үйге келгенде. Қос сахнагер махаббат тақырыбындағы туындыларды жарыққа шығарудан өзгеше рухани ләззат алды. Сондықтан да болар, ауыз әдебиетіндегі лира эпостық жырлардың ішіндегі шоқтығы биік, Қозы көрпеш Баян сұлу туындысындағы бас кейіпкерлер Баян мен Қозы рөліне олар тың дайындықпен келді. Жолдамақ, сенен болсын жасын ойын. Күштіде кеткен кегін, төгілген арнамысын қуып бара жатқан жан. Ел намысын ер жоқтамас болар ма? Қызына қол бастатқан еткен еледі. Қыз намысын кім жоқты? Өзі жоқтаса айтып екен. Ел шапқан батырды қуып қыз бара жатса, қыз басына бұта қорлық па? Мысалы, Қозы мен Баян бір-біріне қосыла алмай кеткен ғашықтар болса, бұлар бір-біріне тауып, бірін-бірі тауып өмірде тауып қосылған. Сахна шеберлерінің ерекше сезімтал болатыны, әр кез өздері сомдаған кейіпкерлерінің әлемінде жүретіні де айтылмаған ақиқат. Бұл тұрғыдан келгенде, айналасындағылар Торғын мен Әшірәліге тіпті кейде сіздер үйде де, сахнада да, гастрольде де бірге жүруден жалықпайсыздар ма? Деп те сауал тастайтын. Еш уақытта бізге қиын болған жоқ. Неге десеңіз, жақсы көрген адамдар, ол үйде де дос,
өзімізге бір-бірімізге жаңа қамқор. Мысалы, сіз театрда ойнап барғаннан кейін екеуміздің әңгімеміз жаңа қалай ойнадық. Кім жақсы ойнады ма, жоқ па? Мен Әшірәлінің кейбір кемшіліктерін айтсам, ол менің кемшілігімді айтады. Сөйтіп екеуміз жаңағыны сөз қылып, әңгіме қылып отырамыз ғой. Екеуінің махаббаты керемет болды енді. Сыйласу, ол махаббат деген біріне бір бетіне қарап сүйісу емес қой. Ол бірін бірі сыйлау, бірін бірі кешіру, ренжіп қалсаң. Жалпы бұл кісілердің бір-біріне деген махаббаты да, сезімі де бәрі таза болды. Сахнада да, өмірде де қол ұстасып келіп, қол ұстасып кетіп баратқан талай көрдік, талай қызықтық сыртынан. Торғын Тасыбекованың кинематография саласында да өзіндік орны бар. Ол 1965 жылы режиссер Әзірбайжан Мәмбетов түсірген «Ән қанатында» фильмінде жезтаңдай әнші Майраның прототипі Сәбираның рөлінде ойнады. Сондай-ақ оның Фархат Шырын мен Король Лир фильмдерінің кейіпкерлері мен кинодағы Ақбала мен Мағыштың сөздерін дубляж жасап, әсем даусымен қазақ көрерменімен қауыштырғанын екінің бірі біле бермейді. Домбыра да тарта білетін ол, өте жақсы тартатын. Одан кейін мандолинді жақсы ойнайды, одан кейін гармонды ойнайтын, гитараны ойнайтын. Мен қосылып ән салатынмын, ылғи да. Мысалы, бір гастрольге екеуміз бөлек кететін болсақ, келгенде жаңағы Торғын, мен сенің даусыңды сағынып қалдым. Айтшы, ән айтшы дейді. Олар отырыста да, мысалы, қандай керемет, бір жерге барса да, бір өлең айтады, Торғынның дауысы дегенің қандай, Әшекең өлеңді айтады, домбырамен қосылады, екеуінің жүрген жері базар, екеуінің жүрген жері думан, той болатын. Торғын өнер адамы болуымен қатар, отбасының ұйытқысы бола білген әйел, ана. Торғын ерекшелігі Әшекеңнің анау ақ көйлегі бір жерінде бір кішкентай бір ештеңе болмайды. Киім кигізгенде өтіктеп тұрып, анау ақ көйлекті кигізіп, күн қай уақытта болмасын тап-таза осы сөйтіп жіберетін. Аяғының барлығы жүргенде өзі де сондай тазалыққа жақын болатын Әшекең. Адамның бір қызығы бала деген деп Абай айтпақшы, қос сахнагердің өмірдегі басты байлықтары Айнұр, Айжан, Азамат есімді 3 перзенттері. Балаларының өзі тәрбиелі, Әшірәлі сияқты ақылды балалары. Енді ұя жақсы ғой, ұя жақсы болғаннан кейін одан ұшқан балалар да жақсы болады. Қандай балаларын жақсы көретін Әшекең. Енді ол кісінің әкесі мен шешесін де көрдім. Сонда ұядан шыққан Әшекеңнің мінезі, адамшылығы, қарым-қатынасы. Торғын мен Әшірәлінің өмірлеріндегі ең бір естен кетпес шақтары 1996 жылы Әшекеңнің ердің жасы 50-ге келіп, әріптестері мен дос жарандарының алдында емен жарқын тойлап, шат-шадыман күйге бөленген кездері. Жапырағы жасыл бәйтере, жайқалмаға келгендір. Бұзаудың баласы Астанаға келген бұл. Биігінде елу жасың не білдің? Жан түрінді қадапты, көшесінде өмірдің. Өмір өкінішсіз бола ма? Әрине жоқ. 2001 жылдың қоңыр көзінде Тарлан Талант Әшірәлі Кенжеұлы өмірден өтті. Қазақ көрермені асылын жоғалтты. Ол кеткеннен кейін далада бір орындық болатын, екеуміз отыратынбыз дворда. Сол жерде келемді, үйге кеш батса, кірмеймін үйге. Келіп балалардың біреуі келіп кіргізбесе, мен үйге кіре алмадым. Өйткені барлығы оны енді қалай дейміз, еске түсіріп тұр кіргенде. Әшекеңді театрда өте қатты сыйлайтын. Театрда керемет өзінің орны бар. Актер еді. Өмірде де, өнерде де қатар жүзген қос аққу сияқты бұлар. Қос ғашықтың сезімі егіз болғанымен жандары бөлек. Осыны саналаған Торғын жылқышы қызы, жан азасының емшісі уақыт екенін түсінді. Ол кісі Естайдың қорланды ойнады ғой. Сонда да жаңағы Естаймен кездесетін жерлері бар. Қаншама жылдар өтеді.
сонда кездесетін жерде осы шеберлікпен ойнады ол кісі. Мен ойлаймын сол кезде ағаны сағынатын шығар ол кісі. Естайдың орнында ағаны көріп тұратын шығар деп ойлайтынмын. Солай да болған шығар енді. Қазақстан Республикасының халық әртісі, өнер майталманы Торғын Тасыбекова шығармашылық жолының шуақты сәттерін қашанда Асқар Тоқпановтай ұстаздан дәріс алуымен, Әзірбайжан Мәмбетов сынды талантты режиссердің тәрбиесін көріп, бір ұжымда қызмет еткендігімен байланыстырады. Әшірәлі мен осылай өмір сүрдім, аз-ақ енді 35 жыл өмір сүрдім. Мен үшін Әшірәлі мәңгі тірі.